Сіздермен бірге мен Айжан Жұмаділдақызы. Бүгін біз сіздермен бірге ауыздан шығатын жағымсыз иіс тақырыбын талқылайтын боламыз. Егер де бұл тақырып сіз үшін де актуальды болатын болса, онда ең алдымен менің каналымның дамуы үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ауыздан шығатын өте нашар жағымсыз иіс. Бұл планетаның әрбір екінші тұрғынын мазалайтын мәселе болып табылады. Ауыздан шығатын жағымсыз иістің себебі екіге бөлінеді: физиологиялық және патологиялық деп. Галитоз термині, яғни қазақша айтқанда ауыздан шығатын жағымсыз өте нашар иіс. Оның физиологиялық түрі сіздің гигиенаңызға байланысты. Егер де сіз таңертеңгілік уақытта және кешкілік уақытта екі мезгіл тісіңізді тазалап, өзіңіздің ауыз қуысыңыздың гигиенасын сақтайтын болсаңыз, онда сізді галитоз мазаламайды. Яғни бұл физиологиялық түрі. Одан құтылу өте оңай. Яғни оның себебі ауыз қуысындағы мәселе болатын болса, одан құтылу жолы гигиена болып табылады. Бұл жерде сізді мазалайтын мәселе, егер де ауыздан шығатын иіс кетпейтін болса, расымен де гигиенадан кейін де, онда ол сізде патологиялық галитоз. Патологиялық галитоздың бірнеше себептері бар. Оның ең жиі кездесетін себебі ауыз қуысындағы тістің мәселелері. Екіншісі, асқазан ішек жолдарындағы мәселе, ол өте сирек кездеседі. Ең көп процент алатын ол ауыз қуысы. Сіз ауыз қуысыңызды тексертуіңіз қажет. Тісіңіздегі кариестер болуы мүмкін, немесе тісіңіздегі басқа да қабынулар болуы мүмкін. Соларды сіз өзіңіздің тіс дәрігеріңізге барып тексертіп, себепті анықтауыңыз қажет болып табылады. Егер де осы себептерден кейін сіздегі анықталған мәселені емдейтін болсаңыз, онда патологиялық галитоздың сіз алдын алатын боласыз. Бұл видеода сіз ауыздағы жағымсыз иістің себептері туралы кішігірім мәлімет алдыңыз. Егер де бұл мәлімет сізге ұнаған болса және пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ал егер де қандай да бір шынайы сұрақтар денсаулығыңызға байланысты мазалайтын болса, комментарийге қалдырып кетуіңізді сұранамын. Және сол туралы мен келесі видеода талқылайтын боламын.